Достар, қалайсыздар? Бізге повязка жасау үшін резинка керек болады. Ені 2 сантиметр, ұзындығы 15 сантиметр. Және де резинкамызды ұстататын матасы. Оның ені 8 сантиметр болады. Ұзындығы 30 сантиметр. Бір мата. Және бізге повязкамыздың 2 матасы болады. Оған мен 2 түрлі мата қолданып жатырмын. Ені 17 сантиметр. Ұзындығы 47 сантиметр. Осы 2 матамыздың ені мен ұзындығы бірдей. Матамызды осылай ортасынан қайырамыз бірдей қылып. Жанынан тігіп шығамыз. Түзу тігіспен. Және екінші матамызды солай түзу тігіспен тігіп шығамыз. Жаңа кішкентай матамызды дәл солай қайырып тігіп шығамыз. Резинкамызге арналған мата. Мен осылай тігіп алдым. Оң жағына айналдырдым және үтіктеп алдым. Енді резинкамызды черегішпен өткіземіз матамызға. Бұл әдіс өте оңай, тез. Жаңадан үйреніп жүрген қыздарға өте оңай әдіс. Жайлап осылай өткіземіз. Резинканың бір жақ шетін осы матамен осылай тігіп аламыз. Сізге көрсетіп отырмын. Тігіп алдым. Енді екінші жағына қарай резинкамызды өткіземіз. Асықпаңыздар, осылай асықпай, мұқият жасап, мына жағында осылай тігіп аламыз. 2 жағын тігіп алдым. Енді 2 матамыз мен көрсетіп тұрғандай жасайсыз. Крестик қылып былай қойып аласыз. Осылай қайырасыз. 2 мына тігіс жағын бір бетіне қаратып қайырасыз. Қозғалып кетпеу үшін инемен терек аламыз. Матамыздың 2 тігісі түзу болу керек. Міне осылай болу керек. Енді жаңа резинкамыздың матасын
бір жақ шетіне қойып тігіп аламыз. Сіздерге анық болсын деп көрсетіп тұрмын. Екі жағын қайырасыздар, соны тігіп аласыз. Тігіп алдым. Мына қазір оң жағын айналдырғанда ол көрінбей кетеді. Екінші жағында солай. Осылай мен көрсетіп тұрғандай бір-біріне қосып тігіп аламыз. Дайын болды. Енді мен оң жағына қарай ауыстырамын, айналдырамын. Оңай шықты. Керемет повязка болып шықты. Алдыңғы сабағымда мен сіздерге фартукты қалай тігуін көрсеттім. Енді соған қасына шашымызды жинап тұруға повязка. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Маған тіркеліп лайк басыңыздар. Рахмет.